Көпшілігіміз білетіндей, Мұсаға осы өткен аптада Алматы әуежайында өткен оқыс оқиғада батырлық танытып, қылмыскерді құрықтауға көмектескен болатын. Бүгін біз тікелей эфирде өзіңізбен осы мәселе, осы жағдай жайлы сұрамақпыз. Жалпы Мұсаға өзіңіз бүкіл халықтың көкейінде жүрген сұрақ қой, бәріне қызық. Бұл жағдайдың толықтай басталуы қалай болды, не себепті болды жанжал, және оған қылмыскердің мұндай қадамға баруына не түрткі болды? Осы жайлы толықтай бастан аяқ айтып берсеңіз. Енді ол түрткі дейтін, мен енді не дейді анау анализатор деймін, сонда ондай емес ғой. Мен енді аяқ асты сол уақытта болған дүние ғой. Как раз таңғы рейсте жігіттер тобының жаңа концерті болатын болған Қостанайда. Сол себептен сол жақта болғанбыз. Как раз шығарып салып, ары бері сөйде тұр, момент тұр, ары кетсе бір 15-20 минут уақыт қарыз. Сол регистрацияның бер жағында тұрғанбыз. Қатты айғай шу шықты. Қарасам елдің бәрі жүгіріп барады, милициялар да жүгіріп барады. Может, действительно бірден болып қалған шығар, может, деген сияқты бір көрейін деп жүгіріп барып көрдім. Сырттан бір баратқан кезде көрдім. Нені жаңа бір сондай нені қыздың шашынан ұстап алған, бір-бірімен неғып атқан. Мен ойлаймын, бір ана болады ғой, жаңа әйелдер мен әйелді неғып атыр екен, шашын жұлып атыр екен деп ойладым да. Значит, әйел анау самолеттен қалып қалды ма, сондай жағдай болды ма, сондай автоматический ой келді. И кейіннен барып жаңағы ер кісі екенін байқадым. Мен де жүгіріп барған кезде жаңағы екі милиционер тұрды. Олар жаңа бүйтіп кішкене табілдеріне қолын жұмсап, кішкене ақын жылжиын деп еді. Анау айғайлап жатыр жаңа кісі. Жақындама. Мен рюкзагымда, қосаусамын көрсетіп рюкзагымда 3 килограмм взрывчатка бар. Мына кнопканы басам, қазір жарылып жарам мен едім деп. Әйтеуір сол кезде жақын ортаға тұрдым, жақынырақ. Айттым, ағатай қойыңыз, ол ертең күні несі қиын нәрсе ғой, бұл жіберіңіз. Бәрі дұрыс болады деген сияқты неғымем. Сен жігітсің ба не? Соның орнына, типа жаңағы заложникасы, сенің орнына келетін жігітсің ба? Кел онда деді. Енді ешқандай вообще қорқыныш ештеңе болған жоқ ол кезде. Сол кезде, мен алыңыз аға дедім. Мен барам дедім. Сөйтіп ақын жаңағы бит, жаңағы енді бармайын десем болмайын деп тұр. Қыз қатты истерика берген кезде қол діріліп, анау неғаған сайын анаған реакция беріп жатыр. Ана кісіге ол жаңағы қыз биткен сайын жаңағы битейін деп қалып жатыр, қайта битіп қалып жатыр. Қолменен жаңағы сой жіберем деген сияқты. Сонымен арасында жаңағы осындай мен барам деген кезде жаңағы кісі көнді. Жіберді. Кел онда, жігітсің ба, кел деген сияқты. Кел деп ұстады. Ұстаған кезде денемнен кәдімгі бір шымыр деген не шықты. Оны жұрттар ойлайтын, кино ғой, мынау қолына былай жай ұстап тұр ғой деген сияқты бір мәліметтер кетіп жатыр, қауесектер. Соған байланысты жаңағы ұстаған кезде жаңағы өте қатты крепкий кісі екенін байқадым, потому что мен даже қолындағы нәрсені көрсетіп тұрмын, жаңағы ұстаған кезіндегісі. Қойырып қалған. До того момент жаңағы денемнен бір шашыма қарай, шашымайсын дір деген бір не. Қорқыныш болды. Қорқыныш пайда дір деп өтті, бірақ сонда да ойладым, мен тип осындай бір неге түстім, значит бұл опасный зона деген сияқты өзім не алдым да, бұл жерде енді кішкене бір әрекет жасау керек. Өзімді бір оңай жолда ұстап жаңағындай спокойно тұратындай қылып деген сияқты бір ой, автомат бір ана жерде бір басындағы компьютер айланып жатыр ғой. Былай істе деген сияқты, қалай болады, былай болады. Оны да ойлап қоям. Аналарға айтып жатыр, аналар сөйлеп жатыр жан-жақтан. Ойлап қойым, жаңағы сол қолым болса, сол қолыммен ұрып жаңағы құлатсам екен. Ертең жаңағы бір жерді неғып, оны ойлап қойым, тағы оң қолымды ұстап тұрып, былай айландырып кеп, құшақ жаңағы айландырып, алда қарай бетпен құлатам ба деп. Ол құлатам ба деп қойым, оң қолымда пышағы бар. Вдруг өзіне кіріп кетсе, мен кінәлі болам деп тұрсыз ғой. Мен бәле қалам ба, аяқ асты болмайтын жерді неден деп. Сон жаңағы анау милиционер кісілерге айтып сөйлеп жатқан кезде олар да ана мынау деп жатыр. Әйтеуір оны кім не сөйлеп жатқан, ол кезде кім грамм неге мән берілген жоқ. Мен тек қана ойым жаңағы қалай болады бұл деп ситуация. Сол кезде жаңағы қолымда пышағы тұр. Соткасымен бір қара кішкене не болады, телефондар. Сонымен тұр.
жақындамаңдар дейді. Ана жақындап неғысы келеді, жақындама, қазір менде 3 килограмм взрывчатка бар, өші жерден жарам дейді. Ана милиция айтады, сіз аға мына жаққа шықсаңызшы деген сияқты қылып жатыр да. Ой, ол жақта адам көп, наоборот деп қояды. Сол кезде жаңағы қолын басам деген кезде қолын қарап отырмын ғой, жан жақ бүйтіп кішкене отвлек айтады, неме қолменен екі көзім пышақты қалай ұстап тұр, қалай қылам деген сияқты. Сол кезде қолының кнопканы басам деген кезде мына кнопка пышақ қол саусақтың босаған тұрды. Сол кезде пышақ уже босады, бос тұрды. Екінші моментте сол моментті пайдаланып, сол моментті жұлып алдым ғой. Ол пышақты алғанда қалай алам, қатты ұстап қалса қолымды кесіп кетеді ғой деген сияқты. Бірақ ұстағанда да аккуратно әдемі кетті. Резко былай ұстадым Пышақтың жүзіне кеткен жоқ қолым. Былай резко ұстағым. Білуімше ол жерде қолым кесіліп қан болған жоқ, иә? Жоқ, былай ұстаған жоқпын ғой, жүзгініне қарай. Былай ұстадым да ұстаған момент лақтырдым. Ары қарай алдыңғы недегідей ойымда да жаңағындай тартып алып баспен ұрсам ба, тағы бір жасын, тағы мен бәле қалам ба деген. Ирас жабыса кеттім. И момент жан жақтағылар уже көмектесіп, жерге жатқызып, не қылды. И оймай кетті взрывчатка деген сияқты. Жатқан кезде аяқпен басып тұрып, рузягын жұлып алдым. Былай тастадым. Действительно бар шығар деп болды ма ішінде? Оның ішінде жарылғыш ештеңе жоқ. Елді не қылған ғой, қорқытқан, дүрліктіріліп. Кейін естіп жатырмын, ішінде өңшең бір пачка дей ма, екі пачка білмеймін, қанша оның тошынасын фальшивый 5000 теңгеліктер шықты дейді. Одан неден де шығып жатыр ғой. Сондай ақша болған дейді. Ары қарай енді мен сол кезде мақсатым уже қыз кетті ғой, енді тағы бір-екі минут тұрса, анау соған кері әсерін беріп жатыр да кісіге. Сол моментте соны біле қойдым енді такой чувство болды да сондай. Кейін кезде қыздан да сұрап жатырмын ғой, үйіне барған кезде. Қызым, осындай болды ма, сен типа осындай қашан тығады, маған пышақты қашан тығып алады деген сияқты қылып, сондай чувство болды ма дедім де. Иә аға дейді. Сондай истерика қатты дірілдеп жатқан кезде мен де сондай бір нені сезіндім де өзіме сондай нені. Сол қыздан сұрасам, кейін аға дәл солай болды, менде сондай. Сіз ол бойжеткенді танитын ба едіңіз әлде? Жоқ, танымаймын, қайдан танимын. Сол әуежайдың енді ана қаршадай қыз, енді өзім қызымдай қыздар ғой, мысалы. Өзімді ойлап, ішкі дүниеде резкі бір моменттік нелер. Оның орнында менде қызым болуы мүмкін, басқанда қызы болуы мүмкін деген сияқты бір деп ешқандай арам ойсыз енді спокойно не қылатын шығар деп бір қатты не әсер берген жоқ. Кейін ұстаған кезде ғана мен денем түршігіп, оған дейін қорқыныш болған жоқ. қаяққа түскенімді сезіндім де сол кезде.